Армысыздар тыңдармандарым, өмір теңіз арнасына қош келдіңіздер. Үнсіз педофилия, авторы Анна Құдиярова. Біз жер үйде тұрдық. Үйіміздің қабырғасы биік, зәулім еді. Аулада жазда анамыз күтіп баптайтын түрлі жеміс ағашы өсіп тұратын. Сырттан біздің аулаға кіріп келген адам тап-таза жеміс ағаштары жайқалған әсем баққа тап болатын. Жеміс ағаштарының ортасында шәй ішетін сәкі бар еді. Сәкінің жан жағына түрлі гүлдер егілген. Біз жазда осы сәкінің үстінде демалып шәй ішетін едік. Көшедегі ғана емес, бүкіл ауылдағы ең әсем үйдің бірі біздің үй еді. Көрші көлем, ауылдастарымыз тек үйімізге емес, отбасымызға да қатты қызығатын. Біздің отбасы бүкіл ауылға үлгі тұтарлық отбасылардың бірі болды. Біз отбасында 7 бала болдық. 3 ұл, 4 қыз. Менен үлкен 2 ағам, 1 інім, 1 әпкем және 2 сіңілім бар. Бәріміз мектепте жақсы оқыдық, тәртіпті болдық. Мектепте өтетін барлық іс-шараға біздің үйден тек менен басқасының бәрі белсенді араласып жүретін. Ұстаздарымыздың өзі әкелерінің атына кір келтірмеңдер, сендер көп балаға үлгісіңдер деп бізді тәртіпті, әдепті болуға, жақсы оқуға міндеттеді. Әкеміз бүкіл ауылға сыйлы адам болды. Беделді қызметкер, сырт көзге сабырлы, ақылды адам. Оны бәрі құрметтейтін. Адамдар одан жиі келіп ақыл кеңес сұрайтын, өтініш айтатын. Көбі оған риза болатын. Себебі әкеміз көп адамға ақылын айтып, қаржылай да көмек беретін еді. Анам үй шаруасындағы әйел болды. Анамды да бәрі жақсы көретін. Ол қонақты қарсы алып, шығарып салудан шаршамайтын. Сырттан келген адамға ешқашан қабақ шытпайтын. Үйге келген қонақтар отбасымыздағы жағдайға тамсанып, мақтап кететін. Ал әжемізді бәрі ауылдың анасындай құрметтейтін. Үйге келген қонақтар бізді көріп, не деген тәртіпті балалар, осындай жақсы тәрбие берген сіздер мықты ата-анасыздар деп әке-шешемізді мақтайтын. Міне, біз осылай сырттай өте тамаша, мәдениетті отбасы болып көрінетінбіз. Бірақ өзге адамның бәрі отбасымыздың сыртқы көрінісін ғана көретін. Ал ішкі көрінісі мүлде басқаша еді. Әкеміз өзгелерге мейірімді болғанымен, үйде өте қатыгез болды. Өзгелерге ақылды болып көрінгенімен, өз үйінде ақылға сыймайтын істер жасайтын. Әдетте ол үйге келгенде бәріміз тым-тырыс отырамыз. Біздің бар тілегіміз ол анамызға тиіспесе екен. Егер аптамыздың 5 күні тыныш, ұрыс-керіссіз өтсе, біз соған кәдімгідей қуанатын едік. Біздің үйдегі көріністі ұрыс-керіс деп те айта алмайсың. Көбіне әкеміздің дауысы ғана шығады. Анамыз тек зардап шегуші. Кейде шыдамай жылап қалатынымыз болмаса, қорыққаннан үндемейтін едік. Үйде соғыс болу-болмауын әкеміз шешеді. Ол үшін ішімдікке тойып келу немесе сау келу маңызды емес. Негізінен бұл соғыстың зардабын анамыз шегеді. Біз оны қатты аяйтынбыз. Әсіресе ол күндіз өте көңілді жүргенін көріп, түнде қандай кейіпке түсетінін байқамайда қалатынбыз. Анамыз біз байқағанда үнемі әр сөзін аңдып айтып, әр ісін сақтықпен жасайтын, ылғи бір қорқынышпен жүретін. Көпшілік отырған жерде емін-еркін жарқылдап күліп отырғанын көрген емеспіз. Себебі сақ болмаса, әкеміздің көз қарасымен айтқанда, артық қылығы үшін таяқтың астында қалатын. Анамның әкемнен таяқ жейтін кездері біз үшін тым қорқынышты көрініс еді. Дастархан үстінде жай ғана шайдың түсі ұнамаған үшін әкем анамды қан-жоса қылып ұрып тастайтын. Шашынан сүйреп далаға шығарып, жалаң аяқ қардың үстіне тұрғызып қоятын. Өз есікті іштен жауып бәрімізді терезенің алдына тұрғызып, қараңдар, маған бағынбасаңдар, көрген күндерің осы болады деп бізді қорқытатын. Біз бәріміз жылап, терезеден сыртқа қараймыз. Жаңа ғана бізге шай құйып отырған анамыз жеңіл, жыртық киіммен шашы жалбырап, тұла бойы дірілдеп жылап, қар үстінде жалаң аяқ тұрғанын көргенде, аяғаннан, қорыққаннан бәріміз жапа тармағай терезеге жабысып еңіреп жылайтынбыз. Анамызға терезенің бергі жағынан үйге кірші деп қолымызды бұлғап шалынамыз. Ал анамыз болса, бізге қараған күйі жылап тұрып, қолмен терезеден әрі барыңдар деп ымдайтын. Сөйтіп тұрады да, кенеттен қабағы қатуланып, жанары бір нүктеге тоқтап, тесіле қарап қалатын.
Біз алғашында түсінбей бір-бірімізге қараймыз. Содан соң артымызға бұрыламыз. Анамыздың кімге қарап тұрғанын сол кезде түсінеміз. Артымызда ол ісіне мақтанып, масаттанып, мысқылдап әкеміз тұрады. Бәріміз бірге жалынып, жылап, әкеміздің аяғына жығыламыз. Анамызды кіргіш үйге әке деп шарасыздан жылап, аяғын құшақтап жалынамыз. Бірақ ол бірде-біріміздің сөзімізге мән бермейді. Біздің көз жасымыз оған еш әсер етпейтін. Ол бізді аяғымен сілкіп, итеріп тастайды. Оны жалғыз тоқтататын әжеміз ғана еді. Әкемнің анасы бізбен бірге тұратын. Әжеміз мен ес білгелі төсектен әрең тұрып қозғалатын кісі. Қуыстағы бөлек бөлмеде жалғыз жататын. Құлағы да дұрыс естімейді. Тек сол кісі ғана біздің жылаған даусымызды естіп, орнынан әрең дегенде сүйретіліп келіп әкемізге: «Құдайдан тап, іштен шыққан шұбар жылан жауыз! Мына балаларды шырылдатпай кіргіз ана әйелді! Әйтпесе бүкіл көршіге ісіңді жария етем. Сосын өз көрімді өзім қазып өзім жатам» деп даусы қырылдап бар даусымен айғайлайтын. Әжемнің көршілерге айтам деген сөзінің астарында анамды ұратыны емес, одан да зор айуандығы жатқанын мен кейін түсіндім. Мен ғана. Бәріміз анашым тоңып қалдың ғой деп оны денемізбен құшақтап жылытпақ боламыз. Сол сәтте анамның көзінен парлап жас ағады. Ол дірілдеп, кемсеңдеп, жылап тұрып бізді кезек-кезек сүйеді. «Анашым-ау, жыламашы енді» деп біз оны жұбатып тұрып өзіміз қосыла жылаймыз. Осы сәтте әжеміз де қалбалақтап анамыздың жанына келіп: «Қайтейін, өзіңді қор еттің-ау қарғам» деп оның басынан сипап, өзі де бізбен қосыла жылайды. «Тоқтатыңдар болды» деп ақырып қалған әкеміздің дауысынан бәріміз селк етеміз. Анамызды құшақтаған күйі состиып тұрып қаламыз. «Қайталанбасын десеңдер, тұрыңдар әрі ыңырсымай» деп ол бізге ақырып қалғанда, бәріміз анамыздың жанынан алшақтай бастаймыз. Ең бастысы, әкеміз қайтадан оны ұрмаса болды. Әкем анама қарап: «Ал сен құрт көзіңді» деп жатын бөлменің есігін нұсқайды. Анамыз ол нұсқаған жаққа мойнын бұрғанымен бірден қозғала қоймайды. Тек кеудесінде жаны жоқ адамдай жатын бөлменің есігіне тесірейіп қарап тұратын. Сол кезде әкем оның жанына жетіп келіп: «Ей, құры дедім ғой» деп арқасынан итеріп кеп қалады. Сол сәтте ғана анамыз тәлтіректеген күйі орнынан әрең қозғалып жатын бөлмеге қарай кіріп бара жатады. Әкем бізге көзін бір алартады да анамның ізінен жатын бөлмеге кіріп есігін тарс жабады. Ол анамызды жатын бөлмеге кіргізіп алып, ұрып жатыр ма деген оймен біраз уақыт тыңдаймыз. Бәрі тынышталды-ау дегенде, ең бастысы анамыздың қар үстінде қалып қоймай, үйге жылы жерге кіргеніне қуанып, бір-біріміздің көз жасымызды сүртіп, бір-бірімізді жұбата бастаймыз. Содан соң ағаларымыз өз бөлмесіне, біз әжеміздің жанына жүгіреміз. Шам сөніп, тыныштық орнайды. Тек біраз уақыттан соң жатын бөлменің есігі қайта ашылып, тықырлап қозғалып жүрген аяқ дыбысы естіледі. Біз кім екенін біліп жатамыз. Ол бүгін осы үйде болған соғыстан қалған ізді таңға дейін жуып тазалап, ештеңе болмағандай қалыпқа келтіріп, жинастыруға шыққан анамыз болатын. Ол үйде не болғанын таңертең тірі жан білмеу керек, сезбеу керек дейтін әкеміздің бұйрығын осылай орындайтын. Расымен де таңертең ұйқыдан тұрғанда түнде ештеңе болмағандай тап-таза үйді көреміз. Ал анамыз түндегі сұмдық болмағандай әдеттегідей әкемізге шай құйып отырады. Ал әкеміз түндегі зұлымның бетпердесін шешіп, түк болмағандай қамқор әке кейпіне түседі. «Балалар, жуынып шайларыңды ішіп сабаққа барыңдар» деп жылы жымиып қояды. Біз бәріміз анамызды барып құшақтағымыз келеді. Бірақ әкеміздің мейірімді бетпердесін түсіріп алудан қорқамыз. Кезек-кезек жуынып, дастархан басына отырамыз. Анамыз күндегіше жылы жүзбен бізге шай құйып береді. Көзіндегі мұңды көріп отырып, жанына барып құшақтай алмасақ та, алдымызда аман-есен отырғанына қуанып, жымиып қоямыз. Әкеміз анамызды ұрғанда ешқашан оның бетіне жарақат салмайтын. Анамыздың бар жарасы денесінде, ал ең басты жарасы жүрегінде. Әкеміз бәрімізден бұрын жұмысқа шығып кетеді. Ол есіктен шыққан уақытта бәріміз бірге таласып, жүгіріп барып анамызды құшақтаймыз.
Анамыз үйдің ішінде болса да, алыстан ұзақ уақыт жол жүріп келгендей, біз оны сағынышпен қапсыра құшақтап, құмарлана иіскеп алатынбыз. Жан-жақтан жабысып, құшақтап жатқанда, түндегі жарақаттарына қолымыз тиіп кететін болу керек, денесі ауырып қалады. Боталарым, байқа деп, біздің қолымызды денесіне ауыр тиген жерлерден босатуға тырысады. Ондайда біз де сақтанып, анамыздың денесін сипалап, құшақтап, кешірші, қатты ауырама деп сұрап, тіпті кейбіріміз жылап та аламыз. Болды қозыларым, сабаққа барыңдар деп, анамыз әдетінше үлкенімізден бастап, маңдайымыздан кезек сүйіп шығарып салатын. Осылай анамыз үнемі әкемізден қорлық көретін. Бірақ ажырасып кетпейді. Ол кезде біз неге анамыздың ұзақ уақыт бойы мұндай қорлыққа шыдап жүретінін түсінбейтінбіз. Әлі есімде, жаз мезгілінде нағашыларға қонаққа баратынбыз. Анамыз әке шешесінің ортасында отырып бір демалатын. Сонда әкем жайлы бір ретте шағым айтқанын естіген емеспін. Бірнеше күн болып жақсы демалып жатқан уақытта анамыз үйге кетеміз деп алаңдап тұратын. Біз қайта әкеміз бар жерге баруға асықпайтынбыз. Ал анамыздың неге асығатынын ұқпайтынбыз. Есейе келе мен анамды жақсы түсіне бастадым. Оны ешкімге айтпауға, қиындық көрген жерге қайта баруға жетелейтін ең бірінші кезекте жүректегі қорқыныш екен. Анамыз қайта кетіп қалсам да, ол мені бәрібір тауып алады, өлтіреді деген қорқынышпен өмір сүрген сияқты. Адамның психологиялық құлдыққа түсуі деген осы шығар. Біз бәріміз әке-шешеміздің ажырасып кетуін тілейтінбіз. Анамыздан сұрайтынбыз. Бірақ әкемізге саналы түрде өзін байлап берген анамыз үшін ажырасу деген қиындықтан құтылу емес, керісінше қиындығын еселеп алу дегенмен тең еді. Сондықтан ол бұл өтінішімізді қабыл алмайтын. Әкеміз өте қу адам болды. Ол өзінің теріс іс-әрекетін ақтап алатын амалдарды алдын ала қарастыратын. Солардың бірі, ажырасамын деген жағдайда анамызды қалай қорқытып, ол жайлы ойламауға көндіруді жақсы білген секілді. Бауырларымның ішінде әсіресе мен анамның әкемнен ажырасуын ерекше қаладым. Ол анамды аяғандықтан да емес, өзім үшін қорыққандықтан болар. Анам көріп жүрген қиындығын өз әке-шешесіне жасырған болса, мен әкемнен көріп жүрген қорлығымды өз анамнан жасырдым. Бала болсам да, анамның не үшін таяқ жейтінін өзге бауырларыма қарағанда жақсы білетімін. Кейде мен дастархан басында күліп, әңгіме айтып отырған анамның дәл сол күні әкемнен оңбай таяқ жейтінін алдын ала біліп, ескерте алмай тек іштей оны қатты аяп отыратымын. Кейде анама бәрін тастап екеуміз ғана осы үйден қашып кетейікші деп айтқым келетін. Бірақ батылым бармады. Мен әкемді жек көрдім. Бірақ анама көрсеткен қорлығы үшін ғана емес, өзіме көрсеткен зорлығы үшін де жек көрдім. Себебі ол маған туған баласындай, яғни қызындай қараған емес. Оған себеп бар. Әке баласына қалай қарау керек? Әсіресе туған қызына. Қыз мен әкесінің қарым-қатынасы қандай болу керек деп қазір ойланамын. Қыз бала үшін әкесі жамандық атаулыдан қорғап тұратын биік қорған, бар тілегін орындайтын сиқыршы, үлкен және мейірімді, қатал және әділ патша. Ал қызы әкесі үшін еркелеп, тілегін орындатып, тәтті қылығымен сүйсіндіріп жүретін кішкентай ханшайым. Осындай кішкентай ханшайымдар өзін жақсы көретін, қорғайтын, мықты патша әкесі барда ештеңеден қорықпайды. Кішкентай ханшайым әкесіне сенеді, жақсы көреді. Себебі батыр да батыл. Патша әкесі өзінің кішкентай ханшайымын құбыжықтардан қорғайды. Бірақ менің ертегім басқаша еді. Мен кішкентай ханшайым болғаныммен, мені қорғайтын патша әкем болған жоқ. Ал ертегіде құбыжық болатын болса, ол мен үшін сол әкемнің өзі еді. Бала кезімде менің басымнан ұзақ уақыт бойы ең қорқынышты оқиға өтті. Қорқынышты ертегідегідей құбыжық, қорқынышты ертегідегідей қараңғы үй, қорқынышты ертегідегідей зорлық. Басымнан өткен қорқынышты ертегіні әлі күнге дейін ұмытқан жоқпын. Қазірдің өзінде көшеде келе жатып, әкесінің қолынан ұстап, ізінен еріп бара жатқан кішкентай қыз баланы көрсем, санамда қайда алып бара жатыр екен? Қыз баланың жүрегінде қорқыныш бар ма? Мынау қолынан жетектеп бара жатқан әкесі қандай адам екен? Шынайы мейірімді әкеме, құбыжық әкеме деген жаман ой туады.
Сол сәтте әкесінің қолынан ұстап, көшеде кетіп бара жатқан қыз баланың жанарына үңілуге тырысамын. Жанарында мұң болса, соны оқи алатындай шамам жетсе, көмектесе алар ма екем деп тұңғиық ойға батам. Кейде тіпті асыр салып, әкесінің жанында ойнап жүрген кішкентай қыздың шынайы бақытты кейпіне сене алмай, іштей сенің кішкентай жүрегіңде не жасырулы тұр екен деп күмәнмен қараймын. Кезінде өзімнің жүрегіме түскен жара қазір барлық кішкентай қыздың жүрегінде бардай көрінеді. Олар да мен секілді үндемей, қорқып жасырып жүргендей. Ал жанындағы әкесі менің әкем секілді мейірімді, қамқор әке, бетпердесін жақсы киіп алғандай көрінеді. Иә, бала кезімде басымнан жан түршігерлік қорқынышты ертегі өтті. Ол ертегі мен үшін аяқталмайтындай болып көрінетін. Мен көпке дейін қорқыныштар әлемінен шыға алмай өмір сүргендей болдым. Оған себепкер әкем еді. Менің өз әкемнен көрген қорлығымды ешкім білмейтін. Жоқ, бір адам ғана көрген, бір адам ғана білген. Ол менің әжем. Ол өз баласының немересіне жасаған айуандығын көре тұра ешкімге айта алмады. Ол мені аяды, жақсы көрді, бірақ көмектесе алмады. Кейде мен өзімді қорғай алмағанымның себебін бала болғандықтан шығар деп ойлайтынмын. Ал әжем неге мені қорғай алмады? Бәрін білді, көрді, бірақ ол ұзақ уақыт бойы үндемей жүрді. Мен әкемнің анамды ұрғанын көрсем де, оның әжеме қол көтергенін көрген емеспін. Онда неге әжем үндемеді? Егер сол кезде әкемнің маған жасаған қиянатын жарияға жар салғанда, мен мұнша ұзақ уақыт бойы қиналмас па едім? Тек әжемнің қанша уақыт үндемей жүргенін, менің тағдырыма немқұрайды қарағанынан, мені жек көргеннен емес екенін түсіндім. Бала жүрегі бәрін сезеді. Әжем мені қатты жақсы көретін, тіпті үйдегі басқа бауырларымнан гөрі мені ерекше еркелететін. Мен үнемі әжемнің бауырында жататынмын. Ол аяққа тұрып жүргенде мені жанынан тастамауға тырысатын. Әжемнің қатты қуанған сәттерін көрмеппін. Үнемі көздерінде мұң болатын. Себебін кейін түсіндім. Оның көзі ең сұмдық жағдайды көрген екен. Сол сәт менің есімде еміс қалды. Бір кез есімде әжем көрші үйге қонаққа баратын болды. Сол сәтте үйде әкем, әжем және мен ғана болдым. Әжем қазан жуып жатып, маған кейін қонаққа барамыз деді. Орнымнан тұрып жүгіріп киімімді киюге бара жатыр едім, әкем шалқалап түсіп, қолын басына қойып теледидар көріп жатқан. Апа, қайтесің баланы сүйретіп? Қалдырып кете салсайшы, деді. Сол кезде әжем мені әкеммен жалғыз қалдырып кете ме деп қатты қорықтым. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Мен жалт қарағанда әжем қолындағы қазанды әкеме бар күшімен лақтырғанын көрдім. Қазан әкемнің құлақ шекесіне тиді. Әкем орнынан есеңгіреп тұрып алды да, «Ей, алжыған кемпір, не істедің?» деп әжеме қарай шодырғала жүгірді. Мен қорқып бұрышқа қарай тығылдым. Бұрышқа тығылып, буын-буынымнан әл кетіп отыра қалдым. Қолымды тістеп, дыбысымды шығармайын деп жылай бастадым. Әкем анамды ұрғандай, әжемді де қан жоса қылып ұрама деп қорықтым. «Ұр шешеңді! Туған қызыңды аямағанда шешеңді аяушы ма едің? Ұр қане, ұр!» Іштен шыққан шұбар жылан, «Сен айуанды әлде қашан құрықтатар едім. Жалғыз ұлым болған соң шарасызбын» деп әжем айғайлап жылай бастады. Бір ғана елес. Әкем сол кезде тізерлеп, әжемнің аяғына шығылып, оның тізесін құшақтап жылады. «Апа, ол менің қызым емес, апа, ол менің қызым емес» деді. «Айуан, айуансың, ол сенің қызың. Қызың болмағанның өзінде ол сәби емес пе? Қалай дәтің барды? Мен енді кімді қорғаймын? Туған немеремді ме, әлде туған баламды ма?» деп әжем әкемді итеріп тастады. «Құдай-ау, көрместі көрсеттің-ау, мына зілді қашанға арқалаймын» деп алақанын аспанға жайды. Мен сол отырған бұрышымда жылай бердім. Көз жасым көл болып тоқтамастан жылай бердім. Кішкентай болсам да мен жайлы айтылып жатқан түсіндім. Сол күні біз еш қайда бармадық. Содан бастап әжем төсек тартып жатып қалды. Ол күн өткен сайын әлсіреп, бөлмесіне мен кірсем, маған ұзақ тесірейіп қарайтын. Сөйтеді де төсекті жұдырығымен ұрғылап, басын шайқап жататын. Осылай күндер өтіп жатты. Әжем төсек тартып жатқалы, мені қорғайтын ешкім қалмағандай көрінді.
Әжем қайда барса да қолымды тастай қылып ұстап алып жүргенде мен ештеңеден қорықпайтынмын. Ол мені ешқашан жанынан тастамайтын. Ешкімнің қолына бермейтінін білгендіктен мен өзімді қорғалған баладай сезінетімін. Әжем мені көзінен таса қылмауға тырысатын. Үйде бірінші кезекте мені іздейді. Шай ішсе де мені жанына алып отырады. Бауырларымен далада ойнап жүрсем де әуелі мені іздейтін. Бәрі Жансая әжесінің қызы деп ойлайтын. Анам әжемді қызғанып реніш айтқан бауырларыма, бір бала үйде әжесіне жақын болады. Оған ренжудің қажеті жоқ. Мүмкін біздің Жансая әжелерінің жас кезіне ұқсайтын шығар. Сондықтан ол немересіне ерекше қарайды деп оларды жұбататын. Басқа бауырларымның, әсіресе кіші бауырларымның әжемді менен қызғанатынын сезетімін. Анам маған оңашада, әжең сені ерекше жақсы көреді. Бірақ ол кісі кәрі адам. Сен оған қолғабыс бол, көмектес, көп мазасын да ала берме, деп ескертіп отыратын. Бәрі әжемнің маған деген ерекше көңілінің астарында ерекше махаббат жатыр деп ойлайтын. Ал шынында бұл қорқыныш еді. Көзі көрген сұмдыққа немересі тағы тап бола ма деген қорқыныш. Бірінші сыныпқа барған кезім есімде. Менен басқалардың бәрі сабақ біткенше үйіне жетуге асығатын. Мені сабақтан бауырларым немесе анам алып кетсе екен деп тілейтінмін. Тек әкем емес. Бір күні соңғы сабақ аяқталып, балалар үйіне тарай бастады. Сол күні жақсы баға алып, мұғалімнен мақтау естіп, көңіл күйім көтеріңкі болып кітаптарымды жинап жатырмын. Бір кезде көзім терезеге түсіп кетті. Аулаға әкем кіріп келе жатыр екен. Мен құбыжық көргенде шошыдым. Қатты қорықтым. Сөмкемді лақтыра салып мұғалімге қарай жүгірдім. Не болды, Жансая? Деп мұғалім менен сұрағанша болған жоқ. Мен қалбалақтап оған үрейленіп қарап тұрдым да, жүгіріп барып орындығының астына кіріп кеттім. Не болды, Жансая? Шық бері деп айтып жатқаны сол еді. Сәлеметсіздер ме деген таныс дауыс естілді. Ең қорқынышты дауыс. Ең естігім келмейтін дауыс. Сыпайы естілген сәлемдесу үлкен құбыжықтың айғайында естілді. Оның әр басқан қадамы жан-жағын жалмап келе жатқан құбыжықтың қадамындай болды. Мұғалім де онымен жылы сәлемдесіп, білмеймін неге екенін, үстелдің астына тығылып шықпай жатыр, деді. Мұғалім үстелдің астына еңкейіп, не болды саған? Шыға ғой деп қайталады. Мен басымды шайқадым. Тіземді тас қылып құшақтап алғам. Мұғалім маған қарай қолын созған сайын кірпіше жиырылып тығыла бердім. Жаңа ғана көңілді еді деп мұғалім әкемнің алдында ақтала бастады. Сол сәтте ол үстелдің астына үңілді. Құбыжық. Мен білетін қорқынышты көздер. Бір ақ ауыз сөз. Шық, деді. Ол маған қолын созды. Мен оның қолдарын дірілдеген күйі ұстап, басым салбырап ізінен еріп кетіп бара жаттым. 5-6 қадам жасаған соң мұғалім, тоқтаңыз, деді. Мені осында алып қалама деп қуанып кеттім. Мұғалім, ол сізбен барғысы келіп тұрған жоқ деп айтама деп үміттендім. Ол тек, сөмкелеріңізді ұмытып барасыз, деді. Сөмкемді арқама асындырып жатып, не болды, неге қорықтың? Әкең емес пе, деді. Уайымдамаңыз, кеше біраз тентектігі үшін сөйлескен едім, соған қорып қалған ғой, бәрі жақсы. Қазір үйге барып сөйлесеміз, деді. Бәсе, сау болыңыздар, деп мұғалім артымызда қала берді. Әкем мені ертіп кете берді. Оның осылай мені мектептен алып кеткендегі мақсатын да, бағытын да мен жақсы білетімін. Қазір мен саған балмұздақ әперемін. Сен балмұздақты жақсы көресің ғой, деп маған қарап күліп қояды. Езуінде күлкі, көзінде зұлымдық. Мен көздерім бадырайып, оған үрейлене қараймын. Жай ғана басымды изеймін. Ол, сен ақылдысың ғой, мен сені жақсы көрем деп, тастай қарулы қолдарымен менің кішкене қолымды қысып-қысып қояды. Дәл оның мен сені жақсы көрем деген сөздерінің мағынасын түсінбеген екенмін. Ол маған мен сені жақсы көрем деп әкем ретінде айтпағанын ұқтым. Екеуміз балмұздақ сататын дүңгіршекке жақындадық. Ол кезде ауылда жалғыз балмұздақ сататын дүңгіршек бар еді. Алдында үнемі кезек болатын. Кезекке келіп тұрдық. Көп адам әкемді танып сәлем беріп жатты. Сол сәтте қолымды босатып, адамдармен амандасып қал-жағдай сұраса бастады. Қолым босай сала, мен қаша жөнелдім. Қайда, кімге бара жатқанымды білмей қаштым. Жүгіріп келем. Қалай тез жүгіріп келе жатқаным белгісіз. Сол сәтте дәл алдымнан тәртіп сақшысы шыға келді.
қатты қуанып кеттім. Ағатайлап жүгіріп аяғына жармастым. Аузымды ашып үлгергенше соңымнан әкем жүгіріп жетті. Мен тәртіп сақшысының артына тығыла бердім. Ол не болды балақай? Кімсің деп сұрап жатқанда ассалаумағалейкум деп дауыс шықты. Әкем тәртіп сақшысына қолын созды. Мен көмек күткен тәртіп сақшысы әкеммен құшақтаса амандасты. Не болды? Бәрі дұрыс па деп сұрады. Бала ғой, мектептен екілік алып, соған ашуланып ұрсып келе жатыр едім, таяқ жеп қалам ба деп қорқып қашқандағы түрі ғой деді. Тәртіп сақшысы оның сөзіне сенді. Солай ма? Балаға қатты болуға болмайды, өздерің шешерсіздер деді. Бірақ мен әлі де үміт күткендей оның аяғын жібермей тұрып алдым. Ол менің қолымды алып, әкеңе бар қызым деп итеріп салды. Мен қорған іздеген тәртіп сақшысы мені қандай қылмыскер, жауыздың қолына ұстатып жібергенін білсе ғой. Ол күні біз балмұздақ жеген жоқпыз. Тәртіп сақшысымен кездесуден соң әкем қолымды сындырардай қысып, аяғымды жерге тигізбей сүйрейлей жөнелді. Жүрегім аузыма тығылды. Қазір қараңғы үйге апарып өлтіріп тастайтындай болды. Біз сол терезелері газетпен жабылған қараңғы үйге келдік. Кірген бойда арқамнан итеріп еденге құлатты. Әдетте сөзбен ғана көрсетіп қорқытатын. Ілулі тұрған айбалтаны жұлып алып келіп мойныма тақады. Мен ол айбалтаның түсін, көлемін жақсы білемін. Енді осылай жасайтын болсаң, шешеңнің емес сенің басыңды шауып тастаймын деді. Қан толы көздерімен тістеніп аузынан ақ көбік шашырағанын көргенде жылап жібердім. Сұп-суық айбалтаның өткір қырын әлі ұмытпадым. Қазір есейген шағымда да қаруды қолыма ұстамақ түгілі бір жерден айбалтаның суретін көрсем, тұла бойымды қорқыныш билейді. Сол сәтте мен шыңғырып жылап жібердім. Даусым қатты әрі ащы шықты. Ол айбалтасын тастай сала аузымды қолымен жапты. Тұншық тұрардай етіп қолымен қысты. Бір кезде көзіме қарап тұрып, бұрынғыша өтірік мейірлене бастады. Жаным сол, мен сені жақсы көрем ғой. Бұл екеуміздің сырымыз. Сен оны ешкімге айтпайсың, жарай ма? Деп үстімдегі формамды жайлап шеше бастады. Мен қазір қолымды жіберем, бірақ сен айғайлама, жақсы ма? Айғайласаң қинаймын, өте қатты қинаймын, деді. Мен басымды изей бердім. Көздерім жасқа толып, жүрегім аузыма тығылып қорқып тұрсам да, басымды изей бердім. Оның маған ауыр тигізбеймін, қинамаймын. Сен үйренесің, бәрі жақсы болады. Сен сондай тәттісің деген сөздері әлемдегі ең ауыр әрі жиіркенішті сөздері еді. Менің кішкентай ғана денемді өзінің ауыр әрі жиіркенішті денесімен басып, бір сағаттай білгенін істейтін. Оның денесінің иісі әлемдегі жиналған қоқыстардың иісінен де жиіркенішті. Мені құшақта деп айтатын. Мен алақандарымды бір жұдырық қылып қысып алып, шамам келгенше итеруге тырысатымын. Ол күштеп өзін құшақтататын. Білгенін істеп, ойға алған мақсатына жеткен соң, мен жаман адам емеспін. Тек сен менің қызым емессің. Сен менің қызым болмасаң да, мен сені осылай ерекше жақсы көремін. Саған келе-келе бұл ұнайтын болады дейтін. Оның 7 жыл маған көрсеткен зорлығы бір ретте ұнамаған. Содан соң біз үйге келдік. Үйге келгенде анам неге кешіккенімізді сұрады. Әкем жолда таныстарын кездестіріп, тұрып қалдық деген сылтау айтты. Менің қабағыма қарап, анам бір жайсыз жағдай болған түсінгендей, не болды қызым? Деді. Әкем, сен қатынға концерт керек боп тұр ма? Кет құры бар, тіміскілене бермей, деп жекіп салды. Мен әжемнің бөлмесіне қарай жүгіріп кеттім. Киімімді шешпестен әжемнің құшағына барып тығылдым. Әжем бәрін сезді. Ол кезде әжемнің орнынан тұрып жүретін қауқары да жоқ еді. Сөйлегенде де даусы әрең шығатын. Мен оның қойнына кіріп дыбысымды шығармай ұзақ жыладым. Әжемнің түріне қарасам, тас мүсін тәрізді қатып қалған. Бір нүктеге тесіліп қарап жатыр. Бар айтқаны, мен аядым, мен қателестім деп тістеніп жатты. Артымнан келген анам, қызым, неге киіміңді шешпегенсің деп жаныма келді. Мен орнымнан тұрып, жылаған күйі анамды құшақтадым. Бұл жолы дауыстап жылап, анашым, кетейікші дедім. Қой, бұл біздің үйіміз ғой, деп маған басып айтты. Тасташы, кетейікші деп анамды ұрғыладым. Не болды саған? Біреу тиісті ме деп сұрақтың астына алды.
Сол сәтте анамды жұдырығымен ұрғылап, «Тыңдаш мені, ажырасшы, кетейікші» дедім. «Қызым, мұның не? Әжеңді қайтеміз? Әжеңді тастап қайда кетеміз? Кім сенің әжеңе қарайды? Әкеңмен ажырассам, әжең осы үйде қалады. Жалғыз өзін осылай төсек тартқан күйі қалдырып тастап кетеміз бе? Ашуланған кезі болмаса, әкең жақсы адам деген кезде ызадан жарылардай, жақсы емес о, жақсы емес деп айғайлап жыладым. Үндемей жатқан әжем қарлыққан даусымен, таста мені, таста, құтқар мына қызды, алып кет деп төсекті жұдырығымен ұрғылай бастады. Менің ызаланып, айғайлап жылаған даусымнан үйдегілердің бәрі жүгіріп кіріп келді. Бауырларымен қоса әкем де кірді. Анам әжеме маған бір қарады да, «Не боп жатыр өзі? Не деп тұрсыңдар? Апа, дұрыстап айтыңызшы, кімді құтқарам? Неге құтқарам? Мен түсінбедім ғой, апа» деп әжемнің жанына барды. Бұл кезде әжемнің екі көзі есік жақтағы әкемді тесіп бара жатты. Ол саусағымен есік жақтағы тура әкемді нұсқады. Тілінен айырылған мылқау адамша есік жақты нұсқай берді. Анам түсінбей, «Апа, не болды? Тіліңіз байланып қалды ма, айтсаңызшы» деп менің жаныма жүгіріп келді де екі иығымнан жұлқылай бастады. «Не болды? Мен нені білмеймін? Тілің бар ма сен қыздың? Айт тез, айт деймін мен саған» деді. Мен айғайлап жылаған күйі тұра бердім. Айтқым келді. Бәрін жайып салғым келді, бірақ есіктің жанында тұрған құбыжықтан қорықтым. Ол бәрін түсінді де келіп, анамды жұдырығымен бір ұрды. «Сен не істеп жатырсың мына жерде? Сен менің анамды өлтіргелі жатсың ба? Қазір мен сені өлтірем». Сол жерде ол тоқтаусыз анамды қан аққанша тепкілеп тастады. Оның жанына еш қайсымыз бара алмадық. Үлкен бауырларым, «Әке, жібер, ұрма анамды» деп артына шармасты. Әкем оларды қарулы қолдарымен жан-жаққа лақтырып салды. Сөйтіп шындық айтылмай, анам таяқ жеп тынды. Қансырап жатқан анама еш қайсымызды жақындатпай қойды. Барлық бауырымды шығарып жіберіп, жалғыз мені бұрышқа анама қаратып отырғызып қойды. Сөйтіп жаныма келіп құлағыма, «Тіліңе ие болмасаң, жақсы көретін шешеңнің қалай қиналып өлетінін көресің» деді. Мен ыңырсып, ішін ұстап орнынан тұра алмай жатқан анама үнсіз жылап қарап отырдым. Ертеңіне біздің үйде тірлік күндегідей ештеңе болмағандай жалғаса берді. Тек сол оқиғадан кейін әжем мүлде тілсіз қалды. Жағдайы күннен күнге нашарлай түсті. Бір күні сабақтан келсем, анам әжемнің төсегінің жанында жылап отыр екен. Бауырларының да көңіл күйі жоқ. Әжем мені көріп, «Кел» дегендей саусағын қимылдатты. Мен жанына жақындадым. Ол мені сүйгісі келетіндей белгі берді. Мен бетімді әжемнің еріне жақындаттым. Ол жайлап қана бетімді, көзімді, маңдайымды иіскеді. Сол уақытта әжемнің ыстық жасы бетіме тиді. Ол менің қолымды ұстап, ерніне апарып біраз қысып тұрды. Сөйтті де қолымды анамның қолының үстіне сап қатты қысты да қайта-қайта даланы көрсетті. Мені алысқа алып кет деп жатқанын бірден түсіндім. Өзінің басын қолымен ұрғылап қоймады. Анам, қойыңыз деп басып айтты. Сол күні әжемізден айырылып қалдық. Абыр-сабыр келім-кетім адам. Барлығы әжемді ақтық сапарға шығарып салды. Әжем қайтыс болғанда мен басқа бауырларынан бөлек ерекше жыладым. Себебі қорғай алмаса да менің ішіндегі қорқынышты түсіне алатын. Ең болмаса менімен қосылып жылайтын жақын адамымнан айырылдым. Әжем төсек тартып жатқан уақытта да мен әкемнің зорлығын көріп келгенде ең болмаса әжемнің қойнына тығылып жылап алатымын. Көз жасымды шығарып, кейде сол әжемнің жанында сол күйі ұйықтап кететімін. Кейін де осы жағдайды есіме алғанда мен әжеме ренжи алмадым. Туған баласының қылмысын әшкерелеп, аша алмай, немересінің қиналғанын көріп өмір сүру әжеме қаншалықты қиын болғанын ойлайтымын. Не үшін менің әжем осыншама жазалы болды екен? Құдайдан тілеп алған жалғыз баласының өз немересіне деген айуандығын көріп, біліп өмір сүру қаншалықты қиын? Қоғамның сөзінен, өсегінен қорқып, менің қиналғанымды ұзақ уақыт көріп, біліп, шыдап жүрген сорлы әжем-ай. Туған баласын заңның жазасынан, елдің талауынан қорғағанда, мені неге қорғай алмадың екен, әжетайым? Мені жақсы көре тұра батылдық таныта алмаған қайран әжем-ай.
Жалғыз айуан балаңды аяп, мені қорлыққа төздіріп қойған әжетайым. Іштей тұншығып өз-өзіңді жазалап, өз түбіңе шеттің-ау. Сен бақытты ана, бақытты әже болып өмір сүре алмадың-ау. Сен батылдық танытқанда, ауыр болса да шындықты ашқаныңда, мен бұл ауыртпалықты қанша жыл тартпас па едім. Басталған шақта тоқтар еді. Ерте есейген менің тағдырыма қанша жыл кесірін тигізгенін білгеніңде ғой әжетайым. Сырттай өтірік күліп, іште қаншылап өмір сүрген әжетайым-ай. Осылайша мен әжемді әлі күнге дейін жоқтайтын сияқтымын. Әжемді жерлеп болғаннан кейін көп кісі дастархан басында отырды. Көрші үйде тұратын бір ақсақал әкеме, жарықтық анаңды жас кезінен білемін. Қай кезде де ақ жарқын, ашық мінезі жан еді. Бәріне ақыл кеңесін беріп, жол көрсететін. Осы ауылда талай баланы бесікке салды. Біріне сыйлы ана, біріне ибалы келін болды. Өте әділ, әрі батыл, шындықты бетке айтатын, тік мінезді, әділдікті жақсы көретін адам еді. Бірде осы ауылда мал ұрлана бастады. Ақыр соңы кімнен келген бәле екені белгілі болды. Осы ауылдың ағайынды екі жігіт екен. Ауыл жиналып, әлгілерді ортаға алды. Екі жігіттің шешесі халықтың алдында көз жасы көл болып тізе бүкті. Бәріміз аяй бастадық. Бұл жолы кешірейік, екінші рет қайталанбасын. Малымыздың шығынын төлесін. Анасының сөзін жерге қалдырмайық деп шуласып жатқанда сенің анаң қолын көтеріп ортаға шықты. Бөріні аяған оңбайды. Бір ауылда тұрып осы малға қарап отырған халқын тонап, күн көрген бұл бөрілер өз ісін қайталамайтынына кім кепіл? Ауыл ішінде осы дүрбелең болып жатқанда, қанша адам малынан айырылып жылап жүргенде, сен үндемей сол малдың етін жеп, ұры ұлдарының ісін жасырып отырдың. Малды бір ұрлағанда жарайды, тоқтата алмаған боларсың, кешірген боларсың. Ал олар бұл ісін қайталай бергенде, ниетің түзу болса, неге келіп бізден көмек сұрамадың? Бұларды бүгін аясақ, ертең тағы малымыздан айырылып жылаймыз. Сондықтан ешкімді аяп керек жоқ. Заң алдында бәрі бірдей, жазаларын алсын деп, әділдігін кесіп айтқан анаң батыл адам еді. Ол екі жігіт сотталып кетті. Ал әлгі әйел сенің анаңды өмір бойы қарғап өткен. Сенің анаң қарғыстан да қорықпайтын. Мен әділдік үшін күрестім. Оның қарғысы мені сындыра алмайды деп тік мінезін көрсететін. Сөйткен мықты анаңды ауру сындырды. Соңғы уақытта аурудың салдарынан басылып, оқшауланып кетті. Былтыр анаңның жағдайын бір сұрап келгенімде, ол менің құлағыма сыбырлады. Сол кезде өте қаталдық жасаппын. Бүкіл ауыл кешірейік деп жатқанда, кешіру керек беді. Балаңның теріс ісін көру, балаңның зұлымдығын көру ана үшін ең ауыр жаза екенін енді түсіндім. Екі ұлы ұрлық жасаған сол әйелдің көз жасына неге тоқтамадым деп, қазір өкінемін деп жылағаны есінде. Сен анаңды ренжітіп бедің деп, әкеме әлгі ақсақал сұраулы жүзбен тіке қарады. Әкем көптің алдында қылмысы ашылып қалардай сасқалақтап қалды. Әлі есімде, әкем мен жаққа жалт бұрылды. Өзінің мені қорқытатын сұсты жанармен мені бір жанап өтті де, кемшіліксіз адамбыз деп айту қиын ғой. Кейде тіліміз қатты кетіп қалады. Кейде мына келмен тіл табыспай қаламыз. Кейде балаларға қатты дауыс көтереміз. Сондайда анам ренжитін. Ал жалпы біреудің ала жібін аттаған кезім болған жоқ. Мені өздеріңізде білесіздер деп, сөзінің бір ұшымен ауылдың өзге адамдарынан қолдау күтетінін байқатты. Әкем ауылда беделді қызметкер болды. Оған күні түсетіндер көп тұғын. Оның сөзін сөйлеп қолпаштаушылар дастархан басынан табылай кетті. Оның әділдігін, адалдығын айтып, бәрі әкемді қолпаштады. Біраздан соң әлгі ақсақал, анаңды жас кезінен білетін болған соң, соңғы кездегі басылып қалған еңсесіне қарап айтып жатқаным ғой. Мүмкін кәрілік басқан шығар. Ана дүниеге кеудесінде зілмен кетпеген болса болды, деп сөзін аяқтады. Әжемнің соңғы уақыттағы мінезіндегі өзгерісін әкем екеуміз ғана білдік. Бірақ ол өзінің зұлымдығы мен қылмысын халық алдында ашпайтыны белгілі. Ал мен неге сол жиналып отырған адамдардың алдына барып, әжемнің неге қиналғанын ашып айтып бере алмадым екен? Сол кездегі батылсыз, қорқақтығым үшін өзімді кейде жек көремін. Анам айта алмадым. Оны әкем өлтіріп тастайды деп қорықтым. Ал соншама адам жиналған жерде айтсам, әкем оларға ештеңе істей алмас еді. Мүмкін олар маған сенбейді деп қорыққан болармын. Себебі әкем олардың алдында жақсы бедел жинаған.
кезінде менің мұғалімім де, жолдан кездескен тәртіп сақшысы да әкеме сенгендіктен олар да маған сенбейді деп қорыққан шығармын. Жалғасы бар.